қатысушылар, конференцияның ұйымдастырушылары, жетісу өңірінің өлкетанушылар орталығы мен жоғары Алатау ұлттық тарихи паркінің қызметкерлеріне үлкен алғысымды білдіремін. Қош келдіңіз. Мен сізге бір-екі сауалым бар еді, соны қойып жіберсем. Бірінші сұрағым ол сиверс алмасына зиян келтіретін жәндіктердің ішіндегі ең қауіптілері қайсысы, және де зиянкестерін қорғау кезінде табиғи әдістерді қолданудың қандай артықшылығы бар, осы сұрақтарға жауап бере кетсеңіз. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Сиверс алмасының негізгі біздің зерттеулеріміз бойынша 117 түрі анықталған зиянкестердің. Енді сол зиянкестердің ішінде басым зиянкестер бар. Сиверс алмасына қатты зиян келтіретіндері ол алма аққыз кеу көбелегі, сонымен қатар долана жапырақ ширатқыш көбелегі және де раушан жапырақ ширатқыш көбелектері, олар өте үлкен зиянын келтіреді. Себебі олар жаңағы сиверс алмасының дамуы кезінде жапырақтарын, олардың алмаларды өте қатты зақымдап зиянын келтіреді. Негізінде осы сиверс алмасына байланысты зиянкес жәндіктерді 2017 жылдан бастап зерттеп келемін. Докторлық диссертациямды осы тақырыпта қорғаған болатынмын. Содан кейін постдокторантураны осы тақырыпта қорғап, жас ғалым жобасын тәмамдадым осы тақырып бойынша. Осы бүгінгі күні конференцияның аясында Іле және Жетісу Алатау аумағындағы сиверс алмасының зиянкес жәндіктері туралы кітабым жарыққа шыққалы отыр. Көптен күткен жаңағы елеулі іс-шара болайын деп тұр мен үшін. Және де табиғи қауіптер, жаңағы табиғи қалай біз жаңағы контроль жасай аламыз, қалай біз бақылау жасай аламыз. Бұл жерде бізде биологиялық бақылау осы зиянкестерді зерттеп, сол зиянкестерге зиян келтіретін энтомофагтарды зерттеу керек. Және де сол энтомофагтарды қолдана отырып, биологиялық препараттар ойластыру керек. Және де соларды Қазақстан төңірегінде ойластырып тауып, осы зиянкестерді жоюдың әдістерін, биологиялық әдістерін дамытатын болсақ, нұр үстіне нұр болады.